Бірдей. Екі аяққа бірдей түсеміз. Бірдей үйренеміз жігіттер. Болмасаң да ұқсап бақ, келтірсеңдер болды жобасын. Әрмен қарай күнде қайталау арқылы естеріңе түседі. Жақсылап. Қыздырамыз тізелерді. Мінекей. Біз аяқтың ұшынан, қолдың ұшына денемізді қыздырамыз. Сол кезде жарақат болмайды. Өйткені сендер нағыз ерлердің спортына келіп тұрсыңдар. Яғни грек-рим күресі. Біздің спортта қыздар қатыспайды. Әлем бойынша айналыспайды. Сол себеп сендер сондай мықты рухты азаматтардың бірісіңдер. Жігіттер, дұрыс па? Міне. Денемізді бір келкі міне Мансұр сияқты. Жақсылап созыламыз. Соңына дейін жігіттер. Жақсылап түзу, екі аяққа бірдей түс. Міне Амиртай. Жақсылап, қуырық соңына дейін. Алмат бауыңды байла. Бір-бірлерін қараңдар, үстілеріңе құламаңдар. Ашылып. Қазақтың жері кең. Тұрмаймыз. Жаңадан келген жігіттер, түсінбесеңдер сұраңдар. Айтамыз, үйретеміз, мінекей тәжірибелі жігіттер бар, қатысып жүрген. Жақсылап. Жинақы. Аяқты жинаймыз. Алинор. Дұрыстап қарап ал түсінбесең. Алико. Сен есімің кім еді? Бақтияр, давай. Жақсылап жинақсы, аяқ жина. Байқа. Ең басты біздің жаттығу жарақатсыз болу керек. Қате болса да жарақатсыз болу керек. Жақсылап тұрып қыздырыңдар. Аяқтарының, қолдарының бәрін қыздырып алыңдар. Содан кейін сендерге жақсылап мастер-класс көрсететін болам. Жақсы беремін көрсетемін. Араларында бір жарысқа қатысып жүргендер бар ма? Енді қатысып бастадым. Жазда демалыс, бұйырса енді басталады. Күзге қарай. Жақсы приемдер көрсететін болам, кейін өздеріне көмек болады. Сондықтан қыздырымды бастайық. Жекетті оңға бұрыл, кім Амиртай, өзің баста. Толық 20 минут. Жігіттер, 20 минутта сендердің күштерің жету керек разминкаға. И және де тер шығу керек әрқайсысыңнан. Маңдай тер. Бастаңдар кетті. Жігіттер, бүгін бізде жұма. Ассалаумағалейкум. Мінекей біздің жаттығу залымызға Кемелбеков Асылжан ағамыз келді. Ассалаумағалейкум. Мінекей мемлекеттік қызметтегі ағамыз, қош келдіңіз Астанаға. Рахмет. Біз бірге күрескенбіз, грек-рим күресімен. Осыдан 10-12 жыл бұрын бір залда дайындалғанбыз. Қазір бұл кісі жұмыс бабымен қызметте, мемлекеттік салада, біз спортта. Сол 10 жылдық тәжірибесін мінекей сендерге бөліседі қазір. Жігіттер, сол себепті ағалармен таныс болыңдар. Астанада тұрады бұл кісі. Сендерге жақсы, былайша айтқанда шеберлік сабақ, яғни мастер-класс көрсетеді. Мен сендерге әрдайым осындай танымал кісілерді, мықты кісілерді шақырып тұрамын. Сол себепті сендер маған кері байланыс ретінде жаттығудан қалмаңдар. Жарай ма? Дұрыстап дайындалыңдар, дұрыстап қыздырыңдар. Бәрін уақытпен, бәрін орынмен жасаңдар. О, міне біздің жігіттер, жұма күнгі. Қалайсыңдар палуандар? Уағалейкум ассалам. Міне ерте келген жігіттер, мінекей. Уағалейкум ассалам, уағалейкум. Мансұртай. Қалайсың? Батырлар, ұйқы қалай, бәрі жақсы ма? Міне жігіттер ерте келеді. Әлі 10 болған жоқ, міне ерте келіп, алдын ала кеп созылып, мінекей каверда демалады. Бүгін бізде залымызда қонақта Кемелбеков Асылжан ағай. Ассалаумағалейкум. Қош келдіңіз ағай. Бүгін жігіттерге бір кішігірім мастер-класс, шеберлік сабағын күтеміз сізден, әрине. Бұл Асылжан ағаймен біз бала кезде бірге күрескенбіз. Спорттың майын ішіп, жаңағындай жан-жақты өзінің қырын көрсеткен. Қазіргі таңда Астанада мемлекеттік қызметте. Ағай, келгеніңізге рахмет. Жігіттер, давай құртырмайық, созылайық, оңға, солға, жәнге.